Ассалаумағалейкум, hürmetli халайық. Міне алдыңғы сөйлетімізде айтқанымыздай бүгін және келіп отырмыз. Бүгінгі мейманымыз Зиуар Мирманбетова. Қазіргі уақытта Америка құрама штаттарында шаңырағымен біргелікте жасап жатыр, және басқа да белсенділеріміз бар Америкада. Бүгін сол Зиуар Мирманбетова апамызды сөйлетке шақырды. Зиуар апа, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, Қарлыбай, ассалаумағалейкум, Қарақалпақстанның адулы Қарақалпақ халқым, қош көрдік, амансызлар ма? Зиуар апа, менің көп емес, бір азантай сұрауларым бар, бірақ сол сұрауларымды беріп бастаймын сізге. Сіздер енді Америка құрама штатына барып жасап жатырсыз. Көп затларға араласып жатқаныңыздан хабарым бар, бірақ олардың бәрін айту шарт емес. Бірақ мені қазіргі беретін сұрауым, Америкаға барғаннан кейін сіздердің жағдайларыңыз қалай біріншіден? Көрсеңіз, жағдайларыңыз қалай біріншіден? Қиыншылықтар жоқ па? Қандай мәселелер бар кейін дегендей? Қазір соған жауап берейік, содан кейін басқа сұраулар беремін. Ассалаумағалейкум, бәршеге Қарақалпақстанымды сағындым. Америка құрама штатларына келген төрт белсенді Қарақалпақтың активный действующий оппозициясының атынан келген активистлерден дуай-дуай бәршелеріңізге сәлем. Америка құрама штатларына келгеніміз ол тарихта бірінші болған саяси мүмкіндіктердің бірі болды Қарақалпақстан үшін. Қазіргі таңда біздердің жағдайымыз Аллаға шүкір өте жақсы. Тек жаңағы біздерге делі уақыт керек. Тілден, ағылшын тілінен сәл қиынлау болып жатыр. Енді менің өзіме жасым үлкен болғаннан кейін бірден үйреніп, сөйлеп кету қиыншылық тудырып жатыр дегенменен ағылшын тіліне қатынасып, сабақ өтіп, елге дейін әрекетінде болып жатырмыз. Еле уақыт бар біздер үшін толық ағылшын тілін сөйлеп кетуге. Жақсы екен. Құдай қаласа, сол Америкада жасап отырғаннан кейін сіздер тез арада жақсы үйреніп кетесіз деп үміт етемін. Менің ендігі сұрауым мынандай. Сіз енді Америкаға бардыңыз, ол жақта жасап отырсыз, Қарақалпақтың мына саяси мәселесіне көптен бері араласасыз. Енді осы келешектегі алдымыздағы әрекеттерімізді Америкадан бір қандай да бір Қарақалпаққа тиесілі Қарақалпақтардың құқығын қорғайтұғын қандай да бір шөлкем ашып, официальный дейміз ғой, сол Америкадан официальный шөлкем ашып, жұмыс істеуге қандай имканиятлар бар? Сол туралы әрекеттеріңіз бар ма? Аллаға шүкір, Америка мемлекетіне келгенімізге 4,5 ай болды. Сол 4,5 айда тұрғылықты Америкадағы Қарақалпақларменен, өздеріміздің белсенділеріміздің бірлігінің, ауызбіршілігінің арқасында Via Series деген правозащитный организация ашылды. Ол организацияға әрбір Қарақалпақ құқығын қорғау үшін қандай да бір мәселелер болса жазуына болады өтінішлерін. Қарақалпақстанның енді қазір адам құқықтарын қорғайтұғын Америка құрама штатларында өзінің правозащитный организациясы бар, іске түсті, жұмыс істеп тұр. Келешекте тағы бір организацияны біз неден жаңағы өткергіміз келіп отыр. Ол өзіңіз білетұғын бірлік халық іс-әрекеті. Бірлік халық іс-әрекетінің ішінде Қарақалпақлардың тіркелмеген оппозицияларының күштеріменен аталған Азатлық партиясы бар, Достық партиясы бар, Қырғыз партияның
бәрі сол бірлік халық іс әрекетінің ішінде. Уақыт керек. Америка құрама штатларында осы бірлік халық іс әрекетін үлкен бір организация етіп тіркеуге атсалысып жатырмыз. Енді оның келешекте қандай іс әрекет болатұғын айта кетерміз. Қандай да бір жауап алсақ, сол жауапларды айта кетерміз. Қазіргі уақытта виа сервис организациямыз сол іске түсті, жұмыс істеп жатырыпты. Енді веб сайтларын тілеп ашып алсақ, құда қаласа веб сайтларының бәрін тарқатамыз. Қуанышлы хабар екен. Біз білеміз, Қарақалпақстанның өзінде бұндай Қарақалпақстан халқының құқығын қорғайтұғын саяси партияларды, саяси әрекеттерді ешқандай ашуға мүмкіншілік жоқ. Одан өзіңіздің хабарыңыз бар шығар. Қазір сіздер енді сол Америка құрама штатында жасап жатырсыз. Бірақ қазір интернеттің рауажданған заманы ғой. Қарақалпақстандағы саяси жағдайлар қандай? Олар туралы айтып бересіз бе? Аллаға шүкір, Құдайдың құдіретіменен болар, Өзбекстанның қуғынымен болар, Америкаға келемен деп ойламадым. Бірақ мен кезбеймен тұз не себем кезеді деген Аллах тағаламның айтқан бұйрығыменен жүреміз ғой. Америкаға келіп қалдым. Америкада интернет технологияларының жақсы рауажданғаны себеплі, һәм қазір дүния жүзінде технологияның жақсы рауажданғанынан Қарақалпақстанның саяси болып жатырған жағдайларын, һәм өте Қарақалпақстанның өзін өзі қорғай ала алмай қалған жағдайларының бәрін интернет сайтлардан көріп біліп отырмыз. Қарақалпақтардың саяси жағдайында еркін ой пікірін білдіре ала алмай қалған, һәм қандай да бір өзінің ой пікірін жазған адамға экстремизм, терроризм, сепаратизм статьяларын қолданып, Қарақалпақ халқына бөліп тұрған опасность, және де 2022 жылдың митингтен кейін біздің Қарақалпақларға қатты саяси қуғын болып жатырған, еле көріп жатырмыз, еле сотталып жатырған адамдардың жағдайларын біліп жатырмыз. Бұл Өзбекстан тарапынан Қарақалпақларға көрсетіліп жатырған саяси қуғын, дискриминация, репрессияға ұшырап, біздің халықларымызды Қарақалпақ халқының шектен тыс өз еркінен айыру, шектен тыс ой пікірін жеткізулеріне тыйым салу Өзбекстан үкіметі тарапынан болып жатырғанын біліп отырмыз, һәм көріп отырмыз. Осыларды барынша сырт мемлекеттерге, демократиясы бар мемлекеттерге тарқатып, правозащитниклерден жәрдем сұрап, жалобы жазып, жаңағы Өзбекстанның үстінен правозащитниклерден һәм ООНнан өтініш етіп көмек берулерін сұрап отырған әрекетлеріміз жоқ емес бар. Түсінікті, қуанышлы хабарлар екен. Айтамыз. Итің дос болса болсын, достың ит болмасын деген ғой. Ендігі сұрау мынандайда, бұл бірлік халық іс әрекеті туралы айттыңыз. Құдай қаласа, оны ресми тізімнен өткеріп, содан кейін күшті жұмыстар бастамақ деп айтып отырсыз. Соларды ешкім қатты қуанып отырған арасында. Енді осы бірлік іс әрекеті туралы сұрауым бар да. Бұл бірлік халық іс әрекетінің келешекте қандай ережелері бар, және де мақсаты не, вазифалары қандай, іс туралы айтып берсеңіз. Қарақалпақстан бірлік іс әрекеті осы уақытқа дейін ұлыма Қарақалпақстанның қандай да бір правозащитный организациялары я болмаса Қарақалпақтың халқының құқығын қорғайтын қандай да бір партиялар іске түскен жоқ. Соған бола сырт мемлекеттерден оның қорғанына іліне отырып ашылатын бірлік халық іс әрекетін ашсақ, оның ішінде 7-8 партиялар бірге отырып жақсы жұмыс алып барады. Ол деген Қарақалпақтың осы жағдайға түсіп кетуін, қалай осы жағдайға
қалды, өзінің ғаресіздігі бола тұра, суверенитет статусы бола тұра, қолында декларациясы бола тұра, қалай Өзбекстанның қарамағына кіріп кеткен жолларын біз осы бірлік халық іс-әрекетін тіркетіп алсақ, осылар тіркелген официальный организациялардың атынан оның юридикалық бөлімлеріне тексеріп берулерін, заңlı түрде іс алып баруларын өтініш ете аламыз. Бірінші пайдасы. Осы уақытқа дейін Қарақалпақстанда сырт мемлекеттерге тіркелген, я болмаса Қарақалпақ халқының құқығын қорғайтын қандай да бір белгілі организацияда болған жоқ, партияда болған жоқ. СССР тарқағаннан кейін, Совет Союз тарқағаннан кейін халық мәпі Қарақалпақстанның партиясы болды. Өкінішке орай 1993 жылдан басылап Өзбекстан үкіметінің қудалауында халық мәпінде партийне болған, ағза болған адамлар, партияға ағза болған адамлар, сол партияны басқарған адамлардың бәрі өкінішке орай қуғынға ұшырап, қамақларға түсіп, сфабрикованный статьялар менен, экстремизм, терроризм статьялары менен қамалып әзіргі күнде ол адамдар қалмады десек те болады. Айтып отырғаныңыз дұрыс. Зиуар апа, тағы да қосымша айтатын сөздеріңіз бар болса? Қосымша айтатын менде бір өтініш жеткен жазулар бар еді. Мен бұны өз ойымды қосып жаза отырып, мен ұсыны оқып бермекшімен. Әзірге таңда Қарақалпақстанда болып атырған 1990 жылдан баслап өзінің еркінлігін алған Қарақалпақстан ғой енді. Ең бірінші Орта Азияда бірінші болып Қарақалпақстан суверенитетлігін ие болған. Дәулетбай Шамшетов атамыздың уақытында сол интернетсіз, сол қару жарақсыз, сол бір саяси дипломатиялық жолменен Қарақалпақтың ғаресіздігін тілеп алып, халыққа інам еткен жолды жоғарғы кеңес басшыларының қателіктеріменен кейінгі уақытта 1993 жылдан баслап Өзбекстанның қарамағына кіріп кеткен жолларын халыққа түсінікті болсын, және де біздердің әрбір видеоларымызды, аудиоларымызды бақылап отырған правозащитный организацияларға түсінікті болсын деп мен бұл тексті оқып бермекшімен. Түсінбеген адамларға өте түсінікті болады. Осыдан кейін қойылатын сұраулар, өздерінің көкейінде жүрген сұраулары болса жауап ала алады деп ойлаймын. Тағы бір мәртебе өзім таныстырып кетемін. Бұл текстің басында жазылған. Себебі бізді бақылап отырған, біздердің әрбір видео ақпаратларымызды тыңлап отырған оппозициялар, я болмаса басқа мемлекеттің правозащитниклері не түсінікті болу үшін мен текстің басында өзім таныстырып кетемін. Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан адулы халқым. Мен Мерманбетова Зиуар, Қарақалпақ қызы. Әзіргі таңда Өзбекстанның қудалауыменен Америка Құрама Штаттарына босқын мәртебесін алып келген, тарихта бірінші рет Америкаға босқын мәртебесімен келген 4 семьяның бірімен. Қарақалпақ елінің қызыман. Бүгін мен сіздерді Қарақалпақстандағы саяси жағдай менен бірлік халық іс-әрекетінің келешегі туралы қысқаша айтып беруді ниеттеп отырмын. Қарлыбайдың мұратымен келіп отырмын эфирге. Қарақалпақ халқы Орта Азияда ең ескі халықтардың бірі болып есептелінеді. Тарихы бай, мәдениеті бай, фольклоры бай, тілі үлкен, тілі бай. Өзіміздің Қарақалпаққа деген менталитетлері бар халықтардың біріміз. Қала берсек, ғаресіз мемлекетпіз. Бүткіл мемлекеттік символ рәзімлеріміз бар. Флагымыз, гербіміз, жер көлеміміз, гимніміз қолымызда. Ғаресіз суверенитет мемлекеті деген декларациясы бар халықпыз. Өзбекстанның 30 жылдан аслам уақытында саяси тармағында Қарақалпақларды өзінің көз қарасы менен, өзлігінен қандай да бір әрекеттерменен еркін білдіру мүмкіншіліктерінен айырып отыр. Қарақалпақлардың өз ғаресіз мемлекетінің атынан әрекет ету құқылары жоқ.
Қарақалпақ партиялары әрекеттерін мемлекеттік реестрларға тіркелу қатал талаптарымен үкімет тарапынан шектелген. Мәселен, Қарақалпақ партиясын тіркеу үшін оның ағзаларының саны 30 мыңнан астам болу керек, және де Өзбекстан үкіметінің 5 облысынан рұқсат алу керек. Бұндай шарттар Қарақалпақ халқының саяси әрекеттерін жүргізуін ауырлатып, өзбек билігінің алдын ала қарақалпақлардың өте алмайтұғын тоқсылықтарын қойғанлығын білеміз. Совет үкіметі құламай тұрып түзілген Қарақалпақ халық мәпі партиясының Өзбекстан үкіметі жоқ етіп отыр. 95% партия ағзалары түрмеге қамалып, саяси репрессияның ізін жасыру үшін оларды қандай да бір экономикалық және де басқа да ауыр жинаят кодекслермен сотлап жіберді. Арадан көп уақыт өтпей Андижан көтерілді. Лекін Өзбекстан түрмелері репрессияланған қарақалпақларға толы еді. Соның үшін көп қарақалпақларды просто өлтіріп тұрды. Жазықсыз адамларды қамау құмарына басыменен кірген Өзбекстан үкіметі халықты қорқытып hamde тотальный контрольге алу үшін тазадан хиле ойлап тапты. Діни экстремизм, терроризм деген статьяларды тез қолға алып, Өзбекстан билігі қарсы шыққан адамларды айыплап, аңсап қамап жіберу жолларын іске тұтты. Сол диктатор Каримовтың дәуірінде жасаған адамлар бұл істердің бәрін түсінеді. Мысалы, автобуста, остановкада, яғмаса басқа бір жерлерде біреусін тұрсаң, қасыңа біреу келеді де, өтініш етемін, мына пакетті ұстап тұрыңыз, яғмаса сіздің көмегіңіз керек деп қолыңа бір қандай да бір пакет береді, газет береді, я басқа да бір затты береді. Ол сенген партиядағы адамлар анаған көмек етемін деп қолынан алып, сөйтіп отырып, үкіметтің жалдамалы адамларының фотоаппаратқа түсіріп атырғанын, я болмаса камераға түсіріп атырғанын білмей қалады да, үкіметтің жаңағы не дейміз, үкіметте жұмыс істейтін СМБ, служба национальной безопасностьлары сол адамларға экстремизм, терроризм, сепаратизм статьяларын қолданып, сіздің мына пакетіңіздің ішінде мынандай да бір заңға қарсы экстремизм жолларыменен не салынған заңсыз әрекеттерге барғансыз деп адамларды түрмеге жабу жолларын тез алып барып жатыр. Қазіргі уақытта өздерімізде куәсі болып отырмыз. Менің өзімде 6 статья бар, соның 4-еуінде экстремизм, сепаратизм статьяларын іліп отырыпты. Қарақалпақстанда жасап отырған халыққа қатты қауіплі болып отырған Өзбекстан мемлекеті, үкіметі қарақалпақларды қандай жолменен болса да аузын аштырмау, ой пікірін айтқызбау, және де сол адамлардың тек үкіметке ғана бағынуын, ешқандай өз құқыларын талап етпеу жолларын неше жылдан бері өзгертіліп жатқан конституцияларына заңлы түрде кіргізіп отырыпты. Бұл Қарақалпақтың ешқандай я партия ашуына, я болмаса өз ой пікірін білдіруіне қарама қарсылық келтіріп отыр. Қазіргі таңда айтатұғын бірден бір әрекетіміз сол халық іс әрекетін іске түсіріп, заңлы түрде Қарақалпақтың өзінің Дәулетбай Шамшетов атамыздың декларацияға сай жазылған конституциясын іске қосу, я болмаса халықпенен бірге отырып, халықтың қорғайтұғын, халыққа қызмет ететұғын конституцияларды кіргізіп жұмыс алып бару мүмкіншіліктеріне ие болатын жоллары бар. Оны келешекте айтып отырамыз. Қарақалпақ халқы өз алдына мемлекет, мына халықтың арасында шатасып отырған адамларға айтарым, кеше бір-екі видеоларда айтып жатыр, Қарақалпақ вилаят деп. Қарақалпақ вилаятта емес, облыста емес, Қарақалпақ ғарезсіз мемлекет, азат мемлекет. Қарақалпақстанның азатлық статусы бар. Ол азатлық статусы, декларациясы адамға халыққа, мемлекетке бір рет беріледі. Осы декларациямызға сай заңларды қолданып,
халыққа қызмет ететін конституцияларды жазып шығаруға халықпенен бірге іс-әрекетте етсек деп ойлаймын. Тағы да Европа мемлекеттерінде жасап жатырған белсенді, активный, действующий жігіттерімізден өтініш, сіздерде Қарақалпаққа пайдасы тиетін, Қарақалпақ халқының құқықтарын қорғайтындай бір организацияны ашып іске түсірсеңіз, соған тілектеспін. 40 мемлекетте жүрген әрбір активный, действующий қарақалпақлар, Қарақалпақтың жоқ болып кету жолынан біз сақлауымыз керек. Себебі Өзбекстан үкіметінің тыйымлары менен, репрессиясы менен халық өз ой пікірін еркін жеткере алмай отыр. Соның ұшында сыртта жүрген, бұрын hareket еткен, бұрын hareket етпеген қарақалпақларды белсенді түрде Қарақалпақтың жерін, құқықтарын қорғауға шақырар едім. Себебі Қарақалпақстанның ішінде біздің халықтың әзірше сөйлеуге, ой пікірін айтуға Өзбекстан үкіметі тыйым салып, қандай да бір комментария жазған жас балаларды 7-8 жылдан бас бостандығынан айырып отыр. Экстремизм, терроризм, сепаратизм статьяларыменен. Бұл жайлы кейінірек кеңінен тоқталамыз. Біздер азыр Қарақалпақстанның саяси жағдайының өте төмен екенігін, 33 жылдан бері Қарақалпақстан Өзбекстанның ішінде бола тұрып, ешбір мемлекетке танылмай қалған Қарақалпақстан мемлекетін көріп отырмыз. Көп жер танымайды. Қарақалпақстан деп көп мемлекеттің оппозиционерлері, я болмаса правозащитниклері танымай білмей отыр. Соны біз әлемге таныту үшін атсалысуымыз керек. Егер халқымызға сондай құқықтарын қорғау үшін правозащитниклердің, я болмаса организациялардың көмектері керек болса, мен айтар едім, электронный почталарға сізге болсын, маған болсын, өздерінің жағдайын жазып отырса, біз соларды үлкен деңгейде көтеріп отырсақ, халқымызға көмек болар еді. Қарақалпақстанымызды бар күшімізбенен, бар ақылымызбенен, бар бірлігімізбенен қорғауымыз керек. Осы меніменен, сеніменен болып атқан сәубет, я болмаса басқа да мына ашылып атырған организация Via Series, һәм басқа да белсенділердің айтып отырған елім, жерім дейтін, ана ватаным дейтұғын қарақалпақларды қолап қуатлауын тереңнен тарқатып қолдау көрсетулерін сұраймын. Сұрауың болса тағы жауап берейін, Қарлыбай. Зиуар апа, үлкен рахмет айтамын, себебі расын айтсам, жақсы жаңалықтарды айттыңыз бұрын. Және де сәубетімізге сәубетке шақырдық. Сіз қымбат уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін де рахмет. Ендігі айта жағым, уақыт болды деп маған хабар келіп жатыр да, соның үшін сәубетті осы жерден тоқтатамыз. Құдай қаласа алдымыздағы келешекте егер де көп сөйлесеміз. Мен тек айтарым, каналымыздың видеоларымызда көрушілер бар, көрермендер бар, солардан тек бір өтінішіміз. Қолдан келгенше каналымызды бақылап барың, видеоларымызды тыңдап көріп барың, қолдан келгенше тарқатың. Себебі алдағы уақыттарда Қарақалпақстанның еркіндігін, тәртіпсіздігін, азаттығын тілеуіміз үшін көптеген жақсы пікірлер айтылады. Соның менен не болдым мен айтып, бәріңізге қош аман болың, сау болың, келесі ұшырасыңыз. Сөзімді айтып жіберейін, Қарақалпақ халқына үлкен өтінішім, менің Қарақалпақ жастары, Қарақалпақ халқы адулы, ұлы Қарақалпағым. Ата бабамыздан мирас қалған ана тіліміз, ана жерімізді бізге аманат етіп отыр. Сол үшін еліміздің, жеріміздің, тіліміздің, әрбір Қарақалпағымыздың қадіріне жетіп, бақалап, бір болып, бір жағадан бас шығарып, әрекет етсек деген
сілерге өтінішім бар. Құда қалесе Қарақалпақстанымыз Өзбекстаннан айырылып, өз алдына мемлекет болуға әрбір қарақалпақ қатыса, бәрі жақсы болады. Иншалла, ұстап отырған әрбір Қарақалпақтағы мұсылман ағайындерімізге оразалардың қабыл болсын, үйлерінде берекет болсын, Қарақалпақстанымда бірлік болсын, Қарақалпақстаным әлемдегі ең бай мемлекеттердің қатарында болып, өз алдына үлкен мемлекет болсын деген тілекпенен мен сіздермен қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар.